адам шақырғаныңыз үшін, одан кейін бинарный бонус, товарооборот жасағаныңыз үшін, қосымша мотивационный бинарный бонус бар. Одан кейін бонус достижений, жетістік бонусы дейді, яғни премия. Определенный уровень жапқаныңыз үшін сізге қосымша бонустар бар. Мэтчинг бонус, бұл пассивный доход дейді, пассивный табыс. Одан кейін бонус повторных покупок. Ойлаңызшы, қосымша тағы өзіңіздің продукты сізге бонус түсіп жатыр. Керемет па? Керемет. Одан кейін топ бонус деген бар. Керемет, мықты уровеньде жапсаңыздар, өте үлкен қомақты қаржылар сізге компания төлеуге дайын. Келесі, ал енді қысқаша өтейік. Біздің компанияға тіркелу үшін не істеу керек? Біздің компанияда 5 пакет бар тіркелу үшін. Ең қарапайымы бізде клиент, яғни осы продукт күшті екен, бір көрейші деген кісілер болады. Бір продукт аласыз. Міне клиент 30 мың теңге 60 PV. PV дегеніміз білесіз, бал. Бір PV бізде 500 теңге. Доллардан да көп қазір. Енді қараңыз, келесі партнер 60 мың теңге 120 PV. Бизнес пакет 90 мың теңге 180 PV. Бізде бір продукт 30 мың теңге, енді есептей беріңіздер. Мына жерде бір қорап, мына жерде 2 қорап, 3 қорап аласыз, иә? Элит пакет 120 мың 240 PV, ең жоғарғы VIP пакет 180 мың теңге 360 PV. Қазір құрметті партнерлар, бізде акция болып жатыр, промоушн. Яғни, мына пакетке кірсеңіз, сізге бір қорап, бір қаптама сыйлыққа акция. Мынаған кірсеңіз, екеуі қателеспесем, иә? Керемет па? Бірді қол шапалақ. Енді, біздің компанияда адам шақырғаныңыз үшін міне 5%-дан басталады да 20%-ға дейін сіздің бизнес статусыңызға қарай реферальный бонус береді. Ал реферальный бонус дегеніміз не? Бәлкім білмейтіндер бар шығар. Адам шақырған үшін. Ойлаңыздаршы, ол не деген сөз? Сіз мына бағаның құнының ішінде компания маркетингке, рекламаға жұмсайтын ақшаны бұның ішіне қойып қояды. Салып қояды да, сіз реклама жасап, адам шақырып, ол құндылықты жеткізген үшін компания сізге тіркеген үшін сол мезетте ақшаңызды төлеп береді. 2 айлап, 3 айлап жүрмейсіз, сол мезетте, иә? Одан кейін бинарный бонус, қараңыздар, 0-ден басталады 10%-ға. Қазір ары қарай жалғастырайын. Міне, бізде не бар? Апгрейд бар, жаңарту. Сіз самый минимальный пакеттен бастап, жай естежіңізге болады, өз пакетіңізді көтеріп алуыңызға болады. Бұл жерде пакетпен, уақытпен шыққандай шектеу жоқ. Біздің компанияның үлкен бір ерекшелігі шектеулер минимум ғой, минимум. Ал қалай? Қараңыз, міне, реферальный бонус. Клиентте 5, партнерда 10, бизнеста 12, элитте 15. Ал ең крутой VIP пакетте 20%. Яғни ойлаңызшы, сіз бір адамды тіркедіңіз, сол мезетте 20% бонусыңызды аласыз. Ол қалай есептелінеді? Сіз бизнес, бізде бинар ғой, 2 аяқ бинар. Не істейсіз? Сіз VIP пакеттесіз. 20% аласыз. Міне 360, сол мезетте 36 мың. Бір адам шақырған үшін сізге 36 мың теңге. Мен Астанада 36 мың теңге бір ай жұмыс істейтін адамдарды білемін. Өкінішті ма? Өкінішті. Сондықтан да кеттік ары қарай. Ал енді бинарный бонус дегенімізде бұл сіз малый ветка, кіші аяғыңыздан бір аптада істеген командный, сіздікі ғана емес, командный товарообороттан не істейсіз? Сізге компания аптасына бір рет, әр жексенбіден бейсенбіге, понедельникке қарағанда не істейді? Сіз ақшаңызды аласыз, бинарный бонус. Яғни клиент, соответственно, клиент ол бинар жасамайды, оған жоқ. Партнер, бизнес, элитте 8%, VIP-те 10%, құрметті партнер. Енді бұл жерде мен мықты сетевиктерді көріп отырмын. Айту мүмкін, 10% көп емес қой дегенде мүмкін. Бірақ мен сізге айтайын, мен өзім қаржыгер ретінде мынаны біз бұл компания маркетинг планында 18 миллион адамға жететіндей қылып шынайы жасап бердік. Сіз мына 10% шынайы аласыз. Адо кейбір компаниялар 20-30% бинар дейді да, ақшаға келген кезде 10% аласыз, 5% аласыз. Біздікі ақшамен де, балмен де есептесеңіз, шынайы 100% прозрачный ақша аласыз. Өтірік емес, подводных камней нету от слова совсем. Керемет па? Бірді қол шапалақ қайда? Ал енді қараңыз, ойлаңызшы, бір 4800 PV жасаңызшы, сізге аптасына 240 мың. Міне 500 PV көбейтесіз 10%-ға, көбейтесіз товарооборотыңызға. Міне апта сайын кем дегенде 240 мың алып отырасыз, жоқ дегенде. Енді қараңыздар, жаңа айттым ғой, міне воскресеньеден понедельникке қараған түні 24
нөл-нөлде не істейді, бинар жабылады да сіздің балыңыз есептеп апта сайын біздің лидерлар арасында апта сайын 1 миллион, 2 миллион алып отқан партнерлар бар. Кім 2 миллион тапқысы келеді, бір дуған шапалақ? Так, енді қараңыздар. Ал енді қосымша мотивационный, жаңа кейбір адамдар бар. Что-то бинарларын көп емес сияқты ғой деген кісілерге не істейміз? Бізде мотивационный бинарный бонус бар. Қосымша, яғни по малой ветке кіші аяғыңызбен 12 мың, 50 мың, 150 мың, 450 мың, 1 миллион 250, 3 миллион 200, 10 миллион жасасаңыздар, сізге қосымша 0,5-тен 2,5%. Ал 2,5% сіздер ойламаңыздар, что-то көрмес сияқты, ой демеңіздер. Бұл уже мынандай товар оборотта миллиондаған ақшамен аласыз. Сондықтан да еш уайымдамаймыз, иә? Ал енді ограничение. Біз айттық қой, біз честно жұмыс істейміз, иә? Енді ойлаңыздаршы, бізде мына пакеттермен жұмыс істесеңіздер, мынандай бинардан ограничение бар, яғни шектеу, максимум табатын. Ал енді VIP пакетке, бізде қазір бәрі VIP-ке кіреді, былай шыны керек. VIP-ке кіргендерде 10 мың PV, яғни аптасына сіз 5 миллион тенге только по бинару можете получать деньги. 5 миллионов. И это честный. Не 15, как кто-то другие обещают, а реальные 5 миллионов еженедельно. Аптасына 5 миллион кім тапқысы келеді? Бір қол. Кеттік ары қарай. Ал енді кез келген сетевиктің арманы қандай? Пассивный доход. Ол не деген сөз пассивный доход? Активный доход деген не? Ол не деген сөз? Міне активный доход. Сіз уақыт жұмсадыңыз, күш жұмсадыңыз, ақша тапсыңыз. Ал пассивный доход, сол тапқан ақшаңыз сізге қосымша ақша береді. Міне пассивный доход деген осы. Кез келген сетевиктің арманы пассивный доходқа шығу. Сіз енді 90-ға келген адам тіркемейтін шығарсыз. Солай ма? Или бар ма ондайлар? Вот, көрдіңіздер ме? Вот сол болу үшін не істейді? Бізде компанияда пассивный доход бар. Ол матчинг бонус дейді. Чек от чека деген сөз. Ол не деген сөз? Сіз тіркеген адамдар бинарный бонусқа шыққан кезде соның чегінен сіз қосымша чек аласыз. Оның чегі азайып қалмайды, сіз де аласыз. Яғни сіз наставник деген уровень VIP пакетте болсаңыздар, бірінші буын, то есть первый уровеньнен 10%, екінші уровеньнен, то есть личниктен 8%, личник, үшінші буыннан сіз 6% не істейсіз? Мэтчинг бонус аласыз. Мен мысалы, тек қана мэтчинг бонуспен айына 36 мың доллар табатын сетевиктер бердім. Кто хочет 36? Ал енді қараңыздар, бұны мен былай деп айтамын да, міне біздің компанияның бір екінші үлкен бір ерекшелігі бар, бәрі накопительно, жинақты. Ол не деген сөз? Қазақтар өкіш көреді, сол жинау дегенді кішкене былай көп жақсы білмейміз, ұнатпаймыз, бірақ компания сіз үшін жинап береді. Ол не деген сөз? Өте керемет. Ағамыз мына жерде мықты сетевик-ау дейді, керемет. Енді қараңыздар. Мен қараңыздаршы, мен өзім кезінде банк, национальный компанияларда істеген кезде начальник управления казначейства, директор департамента по стратегическим вопросам деген қызметтер атқардым. Бірақ қызмет өскен сайын сізге мәссаған премия, мәссаған бонус деп ешкім бере қоймайды бізге. Не болатын? Ал біздің компания не істейді? Накопительный бонус достижений. Яғни сізге әр уровень жапқан сайын сізге не істейді? Сыйақы, бонус береді. Енді қараңыз, ең қарапайым сыйақы, ең бастапқы бұл менеджер. 1000 PV. Яғни сіз элементарно кіші аяғыңызда 3 адам вип табыңыз, сіз уже менеджерсіз. Сразу. 1000 PV жасадыңыз ба, сіз менеджер. Компания сізге сертификат. 120 PV-ге продукция алуға сертификат береді. Сразу. Одан кейін қараңыздар, бұл жерде бір ерекшелік. Мына уровеньді жабу үшін 1000 PV-іңіз күйіп кетпейді. Хоть бір күнде жабыңыз, хоть бір жылда жабыңыз, өз еркіңіз. Подтверждение жоқ, взращивание лидеров жоқ, от слова совсем. Яғни, сіз мына келесі уровеньде жабу үшін 2000 товар оборот жасайсыз, наставник жабасыз. Сізге сертификат 180 PV-ға продукция аласыз, 100 PV премия. Қанша PV 100 PV ақшамен? 50 мың теңге, өте керемет. 50 мың теңгеге бір ай жұмыс істейтін кісілер бар, пожалуйста. Кеттік, ары қарай, наставник жапқаннан кейін сіз мастер жабасыз келесі ай. Ол 9000 PV, яғни мынаған тағы 6000 PV, малый ножки жасасаңыз 500 PV. Ал кім математиканың кто дружит? 500 PV деген теңгемен қанша? 250 мың. Ойлаңыздар, керемет па?
Уровень жапқаныңыз үшін сізге 250 мың кім төлеп жатыр? Керемет, кеттік ары қарай. Ал енді ары қарай қараңыздар, ешқай балыңыз күйіп кетпейді. Сіз келесі уровень советник жабасыз. Советник 30 мың PV. Сізге не беріледі? iPhone. Кім iPhone? Алғысы келеді? Бәрі алғысы келе ма? Қазір арамызда iPhone алған кісілер бар қазір. Сондықтан да, мені қараңыздар. Мені мына iPhone. Өткенде 17 қыркүйекте осы уровеньдерді жауып, мына подаркыңыз бар, накопительный. Ертең бір күнде супердиректор жауыншы, бүкіл подаркын бірақ аласыз. Накопительный. Мына iPhone, міне компанияның біздің лидерларға сыйлаған iPhone-ы. Сол мазетті аласыз. Ары қарай кеттік. Не болды? Сіз 90 мың PV директор жапсаңыз, қараңыздар. Сізге не Турцияға, не Эмиратыға, 2 адамға 7 күн все включено путешествие. Кто хочет путешествие? Да. А еще и вдвоем, да? Классно, да? Супер. Ал енді бұның да алған кісілер бар ғой. Кім көрді? Кім болды? Ой, керемет. Керемет, қазір. Ал енді ойлаңыздаршы. Біздің келесі мықты уровень, старший или супер директор, 270 мың PV, легко и просто жаба саласыз. Сізге компания не істейді? Автомобиль сыйлайды, автобонус. Міне, бұл жерде компаниямыздың бір тағы бір ерекшелігі бар. Бұл сыйақылар ни в коем случае, ни рассрочка, ни кредит, ни в лизинг, 100% выкупается сіздің атыңызға беріледі, бітті. Стоимость $25 000, где-то 12 миллион тенге, автомобиль Hyundai Elantra или Toyota Corolla сізге сыйға. Керемет па? Кто хочет машину? Кеттік ары қарай. Енді мынау мықты лидерский уровень. Мен сіздерге айтайын, мына жерде ешкім жоқ. Вакантно. Кто хочет быть президентом? Вакантно. Вот, пожалуйста. Консул жабасыз. 800 мың PV, недвижимость в любой точке мира в подарок. Ипотека нет. Опять. Керемет па? Амбассадор жабасыз 2 миллиона 400. Сізге $120 мың. То есть 65 миллион теңге сыйақы. Қайсыңыз 65 миллион теңге қолымызда ұстады? Келесі. Ал енді топчик уровень бұл президент. Менің қызым, мен бұл жерде қызым менің айтады, мен президент боламын. Боласың ғой. Қандай президент? Может быть, Қазақстанның президенті болмайды, Ошақтың президенті болайық. Президент 7 миллион 240 мың доллар, 120 миллион теңге. Кто хочет? Керемет. Ал енді қараңыз. Но полезно. Енді қараңыз, бізде тағы бір қуантарлық жағдай бар. Біздің компанияда, как көбі сетевойда тарағандай, активация деген ұғым жоқ. От слова совсем. Бізде не бар? Повторный покупки деген бар. Сіз апта сайын алған табысыңыздың 10%-ы отдельный депозитный счетқа бөлінеді де, сол жерде жиналады. Қазақтар ақша жинау білмейміз ғой. Вот сізге жинап береді. Жинап береді де, сол продукция, сол балдарға сіз не аласыз? Өнім аласыз. Кез келген уақытта. Шектеу жоқ. Бір айда бір, үш айда бір деген әңгіме жоқ. Кез келген уақытта аласыз. Алмайын десеңіз, тоже өзіңіз білесіз. Бірақ бұл жерде максимум бір айда компания о жерден 500 PV. Одан көп ақша тапсаңыз, одан қалмайды. 500 PV. Керемет па? Керемет. Ал енді тағы бір ерекшелігі. Бұл повторный покупкадан сізге бинарға түседі, PV түседі, бал түседі. Керемет па? Керемет. Кеттік ағай. Ал енді қараңыз, ең керемет бонустың бір түрі пассивный доход деген. Бізде, егер сіз президент уровень жапсаңыз, сізге компания мировой, әлемдік товарооборотынан 1%-ын, внимание, құлақтарыңыз кішкене дұрыстап аламыз, 3 айда емес, 6 айда емес, апта сайын төлеп тұрады. Апта сайын. Керемет па? Бұл қайда? Президент жабасыз. Анау машина 240 PV аласыз. Нереально деватыр. Нереально деватыр ма? Ой, бұл 1% алып атқан адамдарды білемін. Соқтан да реально. Так, енді қараңыз, келесі бір артықшылық біздің компаниямыздың құрметті партнерлар, ол бил о лидерских правах дейді. Ол не деген сөз?
сетевиктердің тағы үлкен бір өзгермейді деген. иә атамыз қазір атамыз енді қараңыздар, ол не деген сөз? Сетевиктердің проблема бар. Мен қазір бүйтсем сөйтсем мені шығарып жібереді, бүйтіп жібереді деген қорқыныш бар ма? Бар. Енді қараңыз, біздің компанияда бұған шектеу жоқ. Сіз хоть 10 сетевой компанияда істеңіз, хоть лидерский позицияда болыңыз, бізде компанияда ондай шектеу жоқ. Бізде екі-ақ шектеу бар. Бір, егер сіз басқа партнерді өзіңізге алдап переподписка жасасаңыз, продукцияны не кем, не жоғары бағадан сатсаңыз, осы екі жағдайда ғана не бар? Шектеу бар. Қалғанда шектеу жоқ, керемет па? Ал енді қараңыз, бұмен бітпейді. Бұл мақсат айтты, ой, бұлар оттай береді деп адамдар айтады. Ол болмас үшін біз не істедік? Егер директор жақсаңыз, сіз келесіде компанияға доғыр отырасыз. Біздің компания сізді терминацияға жіберуге құқықсыз жоқ. Заңды түрде құжат аласыз. Бұны алған адамдар бар, ол бір ауыз өзіңізден істейсіздер. Керемет па? Бір қоғамда бар. Ал енді біздің қай қалада бар деген сұрақ туындай бастайды. Кез келген қалада бар. Қазір бізде офистер біртіндеп ашылып жатыр. Складтар көрінген қалада бар. Еш уайымдамайсыздар, ашылып жатқандар да бар, ашылып тұрғандар да бар. Сондықтан да еш уайымдамаймыз, бұл болды. Енді біздің келесі событие аламандығын берсе, қараша айы, то есть ноябрьдің 19-ында Астана қаласында өтпек. Барлықтарыңызды шақырамыз, бір дуғол саталақ. Осымен маркетингті аяқтаймын.